Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай оливье деп аталатын жаңа жылдық салаттың рецептісін бөліскім келеді. Ең алдымен картоп, сәбіз, жұмыртқаның барлығын суда қайнатып пісіріп аламыз. Жұмыртқаны салқын суға салып аламыз. Сол кезде сырты тез ашылатын болады. Және де пісіп жатқан кезде міндетті түрде аздап шым-шым тұз себуді кеңес етемін. Міне картоптың піскенін, сәбіздің піскенін осылай шанышқан тоғы арқылы білуге болады. Салатымызға керекті ингредиенттің барлығын описание жазып қойдым. Міне мен барлығын тазалап, ашып, дайындап қойдым. Енді кезекте барлығын жасыл горохтың өлшемінде қылып төртбұрыштап турап аламыз. Дәл видеодағыдай. Достар, егер де менің каналымды ары қарай дамысын десеңіздер, лайк басып комментарий жазып отырыңыздар, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Егер де мені хабарлама алып отырғыңыз келсе, колокольчикті міндетті түрде басып қойыңыз. Барлығын осылай турап, ыдысымызға салып аламыз. Енді кезекте қайнатылған шұжық, яғни вареный колбасаны дәл осылай турап, оны да ыдысымызға біріктіреміз. Достар, егер де сіздер колбаса, яғни шұжық жемейтін болсаңыздар, оның орнына кез келген өзіңізге ұнайтын еттерді қоссаңыз болады. Мысалы, тауықтың етін, сиырдың етін, қалаған, қайнатылған піскен етті қоса берсеңіздер болады. Тұздалған қиярымызды турап салғаннан кейін жасыл бұршақты салып аламыз. Енді дәміне қарай тұз салыңыз, тұзды көп салмаңыздар. Себебі ол жерде қияр бар, бұршақ бар, және де біз қазір майонез қосамыз. Міне қара борщты да сеуіп алдық. Майонезімізді салып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Бүкіл жеріне майонез сіңуі керек. Енді кезекте оливье салатын сәндейміз. Ол үшін осындай ыдысымызға салып, яғни кесеге толтырып салып алғаннан кейін тарелкамызға осылай видеодағыдай төңкеріп саламыз. Қалауыңыз бойынша осындай аз көк сеуіп, ақжелкеннің жапырақтарын осылай сәндеп қойсаңыздар, тіптен керемет болады. Дастарханның сәнін келтіреді. Міне оливьеміз дайын болды. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.